Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын пирогты дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне жарты қасық тұзымызды қосамыз. Оның үстіне 2 қасық қаймағымызды саламыз. Ерітілген 100 грамм сары майымызды қосатын боламыз. Енді ары қарай шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша араластырасыздар. Енді ұнымызға қосытқышымызды қосамыз да жақсылап араластырамыз. Дайын тұрған массамыздың үстіне илеугіштен өткізіп ұнымызды қосатын боламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Бір келкі қамыр пайда болғанша. Енді ары қарай қолымызбен илейтін боламыз. Осылай жақсылап илеп аламыз. Өте жұмсақ, нәзік қамыр пайда болу керек. Енді қамырымызды целлофанға салып 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді ары қарай салмасын дайындаймыз. 500 грамм фаршқа 1 пиязды қосып, 4 картоп қосып жақсылап араластырамыз. Тұз бұрышын дәміне қарай қосуды ұмытпаңыздар. Салмасын қатты пісіріп жүрмеңіздер. Салмасын пісіріп алғаннан кейін суытып қоямыз. 30 минут өтті. Енді қамырымызды аламыз да 2-ге бөліп аламыз. Біреуі пирогымыздың үстіңгі бөлігі, біреуі пирогымыздың астыңғы бөлігі болады. Енді астыңғы бөлігін жайып дайындап аламыз. Астыңғы бөлігін жайып дайындап алдық. Енді дайын тұрған формамызға саламыз. Енді үстіңгі бөлігін жаятын боламыз. Енді достар, қамырымыздың үстіне салмасын салып шығамыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Енді пирогымыздың бетін жабамыз. Енді жан жағын бір келкі етіп, бір-біріне біріктіретін боламыз.
өз қалауларынша әдемі болу үшін осындай узор жасап шығуға болады. Енді бір жұмыртқамызды аламыз да жақсылап араластырып, пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. Барлық жеріне осылай жағып шығасыздар. Міне достар, менің пирогым дайын болды. Өте керемет, нәзік болып шықты. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсемгүл Дәулетқызы.